Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бізде қазір кәсіподақ көмектеседі айдары және де бізбен бірге бүгін сұхбаттасуға келіп отырған Күнтуар Сейілханұлы ағамыз. Күнтуар аға, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Уағалейкумассалам, шүкір, ақырындап. Мына тілсіз апат келіп, тілсіз жау келіп, барлығымыздың енді кішкене болсын қабырғамызды қайыстырғаны бар. Оны барлық халық болып, ел болып жұмыла көріп жатырмыз, көтеріп жатырмыз. Бұл деген оңай зат дүние емес, бұл деген өте үлкен сынақ деп айтсақ та болады. Ал енді сізге қойып отырған сұрағымыз, бұның барлығы қалай болды? Сізге эвакуация туралы алдын ала ескертілді ме? Енді барлығымыз білетіндей, бұл су тасқыны кенеттен келген жағдай болып тұр ғой, тілсіз жау болып тұр. Бұлай эвакуация туралы қайдан естідіңіз, бірден естідіңіз бе? Сол туралы бір кішігірім айтып кетсеңіз. Эвакуация туралы енді бұл жағдай 5 күнге су қаптады. Соның алдында 2 күн бұрын келіп кеткен МЧС-тің адамдары келді, төтенше жағдай. Олар маған қағазын берді, бірақ олар не бүгін кеттеген жоқ, су келіп қалуы мүмкін деді, сол жағдаймен болдық. Енді шамалы болса да дайындалдық, документтерімізді алып, солай дайындалып отырғанбыз да. Бірақ күнде үйге келіп шығып кетеміз ғой. Қараймыз, көлдің жағасын барып қараймыз, жоқ су жоқ. Бір күні 5 күні түнде сағат 10-да келіп тұр, босатыңдар деп үйді. Қалған қолымызды алғандарды алып кеттік, шығып кеттік, солай. Су бізге келмейді деген су келді біздің жаққа. Біздің үйдің Белоордан келді су Белоордан кіріп кетті су. Енді оны комиссиялар келді, содан кейін 5-6 комиссия келіп кетті. Барлық жаңа үйді сыртынан ішіне түсіріп, бірінші комиссиясы айтып кетті, 4-й категория деп, оны білмейміз ғой. Сұрап көріп, ол айтады, предаварийный дейді, бұзылардың алды. Аға, сол осы айтып жатқан үйіңізде қанша жыл тұрдыңыз? Ол жаңа үй ме еді, әлде немесе біраз жыл тұрған үйіңіз ба? Қанша адам тұрдыңыздар? Сол туралы бір тікелей эфирімізде кішігірім айтсаңыз. Дұрыс айтасыз. Бұл үй енді ескі үйлер ғой. Сол 62 жыл ма сондай, 64 екен. Ескі землянкалар, енді қосылған, өзімді қосқан жерлері де бар. 5 жылдай тұрдым бұл үйде. Жанынан үй салам деп уже не алғанбыз. Проекттерін жаңа акиматтың қолы бар, менің атнет архитектура бәрінің қолдары бар, қолданады. Соны салып фундаментін қазып қойған ғой, кім білген мұндай жағдай болады. Бәрі суға кетті. Сіз сол жаңағы су басқан үйіңізге қайтып келіп, сол үйіңізді көрдіңіз ба? Көргенде келіп тұрып жатырмын, тұратын жер жоқ па. Нетіп, кептіріп, балаларым келіп тұрып жатыр, өзіміз әлі аэропортта тұрып жатырмыз. Балам, келініммен 7 адам тұрамыз. Балам бар, немерелерім бар, өзім кемпіріммен. Өте өкінішті аға, енді қазіргі үйдің ішінің жағдайы қандай? Үйдің іші енді су кірген үй ғой, енді су кіргесін землянки саманнан салынған үйлер енді. Оның иісі де, несі де құлап жатыр, кетпейді. Иісі кетмейді, кеп тұрып отырмыз ғой. Енді тұратын басқа жер жоқ. Бұлай таныстықтан барып тұрдық, қанша тұрасың, тығыз үйде тұра алмайсың ғой. Көмек сізге бірден келді ма, или кішкене ұзақ келді ма, сол жағынан бір айтып берсеңіз? Көмек, енді мынау профсоюз кәсіподағының орнына алсақ, сөз жоқ, оны мен объявление арқылы көрдім, неден, интернеттен. Сол, онда жүрген қазақша жазып көпті, Орупердің суреті бар, хабарлама деп. Соны оқысам, Мустафина С деп жалып тұр. Біз сенбейміз ғой шамалы неге, жаңағы фейк, мейк деп. Соны қарап отырсам, фамилиясы да жалып тұр. Сосын звондадым жаңа. Сөз жоқ, сразу жаңағы кісі қарсы алды, Сәуле Меңтебековна. Әлі жағдайым сұрап, хабарласып жаңа, не болып жатыр, қалай болып жатыр, жағдайым сұрап, бәрін айтып беріп, сосын бұл кісі қайта звондап, соңында осы
айттым енді дайын деп. Рахмет енді. Сізді сонда қай жерге жатқызды? Қалай тамақтандырды? Жаңағы гуманитарлық көмек уақытында келді ма? Бұл енді Сосновый Бор не шипажайында шайына жіберді. Онда да жаңа администрацияға барған жеріміз өте қатты қабыл алды, қарсы алды. Сол айта кеткен мынау врачтары Сәуле, қазір есімде емес, бас маман дәрігері бар екен, сол қолына. Сол кісі как будто мен баяғыдан білетін адам сияқты. Сондай жылы жүзбен қарсы алды да, сөз жоқ енді, мақтаудан басқа айта алмайсың. Жаңа көп ойлардың бәрі кетті енді, шынында да. Анда кешке жақын демаласың, музыкасы да бар, концертін әкеліп қояды, киносын қоятын, действительно демалып жатырмыз. Мен соның басында көз жұмып барып жүрген, көптен барып жатыр адамдар. Бәрі мақтау айтады, сөз жоқ мақтау. Тамағы да бәрі де ойдағыдай. Прям артық десем болады, артық. Керемет, күшті. Өте қуаныштымын, айтып отырмын, айтып сездіріп өте жүректен айтып отырмын. Жүрегімдегі. Рахмет. Аға, өте қуаныштымыз. Кәсіподақтар әрқашанда халықпен бірге, сіздердің жандарыңыздамыз. Және де осы тікелей эфирде айта кетейік, осы Кәсіподақтар Федерациясының инициативасы бойынша осы су тасқынынан зардап шеккен жандарды біздің санаторияларымызға, яғни демалыс орындарымызға келіп, жаңағы ем қабылдауына мүмкіншілік жасап жатырмыз. Қазіргі таңда 15 отбасы сол Сосновый Борда, яғни сол Сосновый Бор шипажайында ем алып жатыр. Тағы да 4 отбасы осы периодтың соңына дейін тағы да келеді. Жалпы айтқанда 9 мамырға дейін жалпы біздің охватымыз 45 адамға жетеді деп жоспарлап отырмыз. Мен батам берейін. Мен берейін бата, батамда болмас, еш бағада бақ кірсін, бәледен сақтасын. Біздің кәсіподағы орталығы алға бассын. Әумин аға, айтқаныңыз келсін. Біздің осы Сосновый Бор шипажайының сізге берген емі сізге бір үлкен күш қуат беріп, сіздің бойыңыздағы сенімді арттырып, сізге деген біраз жылулық сыйлады деген үміттеміз. Мәселеңіз енді алдағы уақытта оң шешімін табады деп сенеміз аға. Амин, айтқаныңыз келсін. Барлығы жақсы болады деп сенеміз. Баспаналы болуыңызға тілектеспіз. Бұл кәсіподақ көмектеседі айдары. Алдағы уақытта да басқа да, мысалы, су тасқынынан зардап шеккен жандар болса, барлығын осы арнаға шақырып, біз көрсетіп отыратын боламыз.